Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін ұлт қазынасы жобасымен екінші түсірілім, екінші өнерге Ақтас кентіне келдік. Бәріне сәлем. Бүгін біздің екінші күн Ақтас ауылына қош келдік. Бізбен бірге Тұяқов Болат Хабитович. Бұл сізге. Рахмет. Бұл сіздің есі. Ұлт қазынасы. Біз бастаймыз. Құрметті достар, менің дәл қазір не істеп жатыр деп ойлап отқан шығарсыздар. Мен дайындалып жатырмын. Дәл мен сияқты Ақтас кентінің жастары ментормен кездесуге дайындалып жатыр деген ойдамын. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Біз ұлт қазынасы жобасымен Ақтас кентіне 16-шы мектепке кездесуге келіп тұрмыз, жастармен кездесуге. Жалпы мен келе жатқанда ғаламтор желісінен оқығанда Ақтастан дым шықпайды, ештеңе шықпайды деп көбісі жазып жатыр екен. Міне живой пример, Ақтастан Эйнштейн немересі шықты. Және мен осы кісіден кішігірім сұхбат алғым келіп отыр. Жалпы бұл жоба сізге қысқа нұсқа түсінікті ме? Түсінікті. Жобада қазір сіздермен тәлімгерге кездесу өткізеді. Сол кездесуден қандай эмоциялар және не күтесіз? Мен қазіргі жобада тәлімгердің көзіне көрінуге тырысамын. Тәлімгер сізді таңдап алу үшін сол кісінің көзіне көрінуге тырысасың. Ал қалай көріну керек? Көрсетші. Сөйлеп. Қалай сөйлейсің? Сұрақтар қойып. Қандай сұрақ қоясың? Өмірі жайлы. Қандай өмір жайлы? Тәлімгердің. Тәлімгердің өмірі қызық па сонда саған? Иә. Өз өмірінше? Өз өмірім тоже қызық. Неме айналысасың өмірді? Негізі қатты ештеңкемен. Вообще дым... Жоқ, сабақ оқимын. Тек сабақ оқисың. Андай футбол, баскетбол, волейбол. Футбол ойнайсың. Қайрат Реал Мадрид матчында кім жеңеді деп ойлайсың? Қайрат. Қайрат жеңеді деп ойлайсың. Просто ойлайсың. Сенбейсің, бірақ ойлайсың. Ойлаймын. Жалпы түсінген бойынша ұлт қазынасы жастарға не бере алады? Мүмкіндіктер. Қандай мүмкіндіктер? Болашағын жарқын қылдыруға. Керемет. Мына бала тәлімгердің көзіне көрінуге дайын. Жаңа интервью алған баланың аты жөнін сұрауға ұмытып кетіппін. Атыңды айт. Алимжан. Әлімжан? Фамилия, имя, отчество? Шариза Алимжан Бекежанұлы. Біз әрі қарай интервьюімізді жалғастырамыз. Есіміңіз? Марат Нұргүл Мереке қызы. 16-шы мектепте оқисыз, осы мектепте. Жоба туралы қысқа нұсқа түсінікті шығар? Иә. Өз түсінгеніңізді айтып берсеңіз жоба туралы. Сонда сіздердің ең басты мақсаттарыңыз жастарға көп көмектесу, сол ауыл салаларына көп деген нелерді көмектесу керек болды сізге. Өздері не қылып нағыла бересіңдер дегенде айтты бұл қыз. Енді барынша түсінуге тырыстық. Бұл қыз қазір өз-өзін дұрыс түсінбей тұрған сияқты, тоже толқып тұр. Ментормен кездесуге дайынсыз ба? Иә. «Ұлт қазынасы» он направлен на развитие профессионального, социального и творческого потенциала сельской молодежи от 14 до 25 лет. То есть, благодаря этому проекту вы можете раскачать свои навыки. Если вы сейчас в процессе выбора каких-либо профессий, сегодняшний проект, он именно для вас. Сейчас я хочу пригласить нашего сегодняшнего спикера, Туякова Болата Габитовича, региональный директор ТО «Бизнес-партнер». Самый сложный период в вашей жизни? И как вы решали эти проблемы? Самый сложный период – это вот момент, когда я прогорел, когда у меня было много долгов, и я не знал, что дальше делать, как быть. Но всегда в какой-то момент, если ты не опускаешь руки, если ты ищешь
сұрақтарына жауабын іздесең, то как-то само собой получается, находятся люди, которые с кем ты, допустим, начинаешь делиться, объяснять, кто-то тебе может подсказать, помочь советом, кто-то может действием помочь, кто-то может направить тебя в какое-то место. Просто нельзя замыкаться в себе. Құрметті достар, бізде жарнамалық үзіліс. Ақтас кентімен танысу барысында біз өзіміздің демеушіміз Халық банкке алғысымызды білдіреміз. Ұлт қазынасы және Халық банк халық үшін қызметтеміз. По бизнесу мой совет: надо, прежде чем начинать с нуля бизнес, надо попробовать где-то поработать, где-то посмотреть, какие есть подводные камни, что может ты не знать, изучить это все, и после этого, поработав хотя бы 3-4 месяца в какой-то компании, которая специализируется на этом, потом уже можно начинать самому все это делать. Так ты уже будешь изнутри понимать примерно, что происходит в этом направлении. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін міне Ақтас ауылындамыз. Екінші күн түсірілім, ұлт қазынасы жобасы. Менің қасымдағы ментор Болат деген кісі. Сіз Ақтасқа алғаш рет келдіңіз бе? Иә. Бірінші рет келіп тұрсыз Ақтасқа? Былай, жұмыс бабымен бірінші рет. Осы жастармен кездесу аясында қандай қызықтар болды? Жастардың жалпы қызығушылығы сізге білінді ме? Ұлт жобаға деген. Орысша айта берейін. В общем, интересно работать с молодежью. Видно, что это вот 9, 10, 11 класс. Я думаю, что в этот период дети еще сами не совсем понимают, что они хотят от жизни, куда они. Очень мало людей, которые уже для себя ставят цель определенную. Сейчас для них основная задача — это закончить школу, поступить в университет, я думаю, ну или найти какую-то определенную работу. Какая возможность есть у детей сейчас, чтобы поделиться со своими, возможно, опасениями или, возможно, какими-то мыслями, цели своей жизни поставить. Мы могли бы, допустим, как менторы выбрать таких людей, провести их, подсказать, помочь в том, чтобы они... Это для них было легче, чем... Біздің кезде ондай болмады дейсіз ғой? Біздің кезде ондай болған жоқ. Біз өзіміз на ошибках учились, ошибались, прогорали. Поэтому меніңше кішкене ұлт қазынасын рекламаны көбірек жасау керек. Кішкене балалар болу керек. Мүмкін возраст, может быть, надо уже делать не для учеников, а для студентов, наверное, больше. Студенты уже более-менее понимают, что им надо делать после университета. И они уже там примерно какие-то цели, планы строят для себя. Соңғы сұрақ, осы жастардың арасында өзіңізге шәкірт ретінде бір баланы көре алдыңыз ба? Мына жерде выступать етіп тұрғанда. Ну, мен тек қана 3 баланы естігем. Милана деген, сосын бір қазақтың баласы осы сол жақтағы отырған неден бизнес бастау керек соны сұраған. И бір қыз физика-математический мамандығын алайын деген. Сол 3 қызды 3 баланың ішінен отметил, да. Все хорошо. Спасибо. Құрметті достар, біз Ақтас кентімен танысу барысында міне көшеде қыдырып жүрміз. Және бұл Ақтас кентінен бір байқағаным, басқа өңірлердегідей көшеде қоқыс жатпайды. Сондай бір өте тиянақты таза кент екен. Сонысымен бізді таң қалдырды.